Бүгін біз планетамыздағы ең көп таралған заттардың бірі алкогольді талқылаймыз. Жақында жүргізілген зерттеу алкогольді қалыпты тұтыну мидың деградациясын тудыруы мүмкін бе деген сұраққа жауап берді. Ми қыртысының жіңішкеріп бара жатқаны туралы дәлелдер табылды. Бұл ми қыртысындағы және мидың басқа аймақтарындағы нейрондардың жоғалуын көрсетеді. Бұл маңызды зерттеу, өйткені аптасына бар болғаны 7 стакан шарап ішкеннің өзінде миыңыздың нашарлауы әбден мүмкін екенін айтады. Сонымен қатар біз нейрондардың жоғалуынан не қорғай алатыны туралы сөйлесетін боламыз. Ішімдіктен мас болу немесе қуанышты күйге ену туралы сөз қозғағанда, мен көп адамдар ойланбайтын нәрсе туралы айтқым келеді. Алкогольді үнемі ішетін немесе алкоголизмге генетикалық бейімділігі бар адамдар, алкогольді ішкен кезде олар әдетте ұзақ уақыт бойы өте жігерлі және жақсы сезінеді. Бұл адамдар әдетте алкогольді ішкен кезде сергектік пен көңіл күйдің жоғарылуын сезінеді. Ал ішімдікті үнемі ішпейтін адамдарда бұл әсер қысқа мерзімді және аз тұрақты болуы мүмкін. Кейінірек олар тез шаршайды, үйлестіруді жоғалтады және түсініксіз сөйлейді. Алкогольді ішудің салдары туралы әдетте көп айтылмайды. Біз интоксикацияның салдарымен таныспыз. Бірақ тіпті 1-2 түн тұрақты алкогольді тұтынудан туындаған жүйке тізбегіндегі өзгерістер туралы сирек естиміз. Алкогольді қайталап қолдану импульсивті мінез-құлық пен әдеттерге бақылаудың төмендеуіне әкелуі мүмкін. Өйткені мұндай әрекеттерді тежеу ішімдік ішу кезінде жойылады. Сондай-ақ адам кейін ішімдік ішпейтін болса да импульсивті мінез-құлықтың жиірек болуына мүмкіндік беретін нейрондық тізбектерде өзгерістер пайда болады. Бұл сонымен қатар алкогольдің әсерін талқылағанда сирек айтылатын нәрсе. Бақытымызға орай бұл құбылыс жануарларда да, адамдарда да қайтымды. 2 айдан 6 айға дейінгі ішімдіксіз өткізген кезеңнен кейін бұл нейрондық тізбектер қалыпты жағдайға оралады. Көңіл күймен әл-ауқат сезіміне, сондай-ақ өзін-өзі бейнелеуге және өзін-өзі қабылдауға қатысатын мидағы көптеген тізбектер серотонин нейромодуляторын қолданатыны сөзсіз. Алкоголь біз оны ішкен кезде бұл тізбектерді бұзу арқылы улы әсерлер тудырады. Бұл бастапқыда оларды шамадан тыс белсендетеді. Бұл адамдардың бірнеше рет алкогольді ішкеннен кейін сөйлейтін және жақсы сезінетінін түсіндіреді. Бірақ алкогольді тұтыну көбейген сайын немесе денедегі концентрациялар азайған сайын серотонин деңгейі және осы тізбектердің белсенділігі төмендей бастайды. Бұл адамдар өзін нашар сезінеді. Олар әдетте әл-ауқат пен көңіл-күй сезімін қалпына келтіру үшін басқа стақанға жүгінеді. Дегенмен әдетте 3-ші, 4-ші, тіпті 5-ші стаканды ішкен кезде бұл жігерлі көңіл-күйді қалпына келтіруге мүлдем нөлдік мүмкіндік бар. Сондықтан мен алкогольді демонизациялауды қаламаймын, бірақ мен ұзақ уақыт бойы алкогольді пайдалану бірнеше ай ішінде және әрине бірнеше жыл ішінде жүйке тізбектері мен гормондық жүйелерді өзгерістерге әкелуі мүмкін екенін атап өткім келеді. Егер ішу режимі мен сипаттағандай болса, ал бұл өзгерістер бізді жақсартпайды. Керісінше жағдайымызды нашарлатып жіберетінін айтқым келеді. Демек адамдардың нашарлауы күйзеліске төзімділігінің төмендеуі. Олардың бастапқы күйзеліс деңгейінің жоғарылауын және көңіл күйінің нашарлауын білдіреді. Ал енді ішімдік ішкеннен кейін өте кең таралған құбылыс бас жазу туралы сөйлесейік. Масаңдық табы, ішімдік ішкеннен кейінгі бас ауруы, жүрек айнуы және кейде мазасыздану сияқты белгілердің жиынтығы. Физиологиялық тұрғыдан алғанда кортизол деңгейін және кортизолдың бірнеше басқа стресс гормондарына қатынасын арттыратын алкогольді ішу процесін қарастырсақ, бұл алаңдаушылықты түсінуге болады. Бұл кейбір адамдардың алкогольді ішкеннен кейін неліктен таңертең мазасыз, нашар күйзеліске түсетінін жақсы түсіндіреді. Адамның 1 стакан шарап немесе сыра ішкеннен кейінгі ұйқысы денеде алкоголь болмаған кездегі ұйқыдан ерекшеленеді. Мидағы және қандағы алкогольдің болуы ұйқының архитектурасын бұзады. Баяу толқынды ұйқыны, терең ұйқыны және көздің жылдам қозғалысын баяулатады. Бұл қалпына келтіретін түнгі ұйқы үшін қажет. Дегенмен салқын душ қабылдау сияқты әдейі салқындату бас жазуға көмектесетіні туралы дәлелдер бар. Қандағы эпинефрин деңгейін жоғарылату алкогольді денеден шығаруды тездететіні туралы кейбір ақпарат бар. Сондай-ақ әдейі салқындату бас жазуды жеңілдетуге көмектеседі деп болжауға болады. Бас жазу процесін тездету үшін денені салқындату методикасын қалай қолдануға болады? Мұнда стандартты протоколдарды қолдануға болады. Мысалы, 1-3 минутқа дейін суық душ қабылдауға болады. Егер сіз суыққа жақсы шыдасаңыз, тіпті 6 минутқа дейін немесе суыққа жақсы бейімделсеңіз, 7 немесе 10 минуттық душ қабылдауға болады. Масаңдық табы бұл көп қырлы құбылыс. Бірақ алкогольге байланысты дегидратация маңызды рөл атқарады.
Алкоголь диуретик болып табылады және ол денеден суды ғана емес, сонымен қатар нейрондық функция үшін маңызды электролит натрийді де шығарады. Сондықтан мидың және басқа мүшелердің дұрыс жұмыс істеу үшін электролиттер деп аталатын натрий, калий және магнийдің жеткілікті екеніне көз жеткізу маңызды. Сіз ішкен әрбір стақан алкоголь үшін алкогольдің сусыздандыру әсерін ескере отырып, бір стақан су немесе жақсырақ 2 стақан су ішу керек. Электролиттері қосылған ауыз су да пайдалы. Алкогольдің қай түрлері масаңдық табын тудыруы мүмкін екенін анықтау үшін зерттеулер жүргізілді. Сыра ішу мысалы вискиге қарағанда масаңдық табын тудыруы мүмкін емес. Ал бір стақан виски джинге қарағанда масаңдық табын тудыруы мүмкін. Айтпақша, бір стақан ром немесе қызыл шарап мен жоғарыда айтқан басқа сусындарға қарағанда масаңдық табын тудыруы мүмкін. Масаңдық табын тудыратын сусындар тізімнің басында коньяк тұр. Енді алкогольге төзімділік туралы сөйлесейік. Бұл өте қызықты құбылыс. Ол негізінен миға негізделген. Және алкогольдің уыттылығының тікелей салдары болып табылатын мидың нейротрансмиттерлік жүйелеріндегі өзгерістермен байланысты. Адамдар ішуді бастағанда оларда допаминнің бөлінуі жоғарылайды. Ал бұл құбылыс мотивацияны көтереді. Өз әл-ауқатын жақсартуға деген сезімін тудырады және энергияны көбейтеді. Бұл әдетте ішудің басында ғана пайда болады, бірақ көп ұзамай осының нәтижесінде ағзадағы дофаминнің, серотониннің және алкогольге төтеп бере алатын молекулалардың азаюы байқалады. Уақыт өте келе ішімдік ішкен кездегі алғашқы жайлы сезімінен кейін пайда болатын жағымсыз әсер әрбір келесі алкоголь қабылдаған сайын ұзағырақ және тұрақты болады. Бұл жағдайда бөлінетін дофамин мөлшері азаяды, бөлінетін серотонин мөлшері азаяды. Осылайша толеранттылық бұл адамдардың жайлы сезімін қалпына келтіру үшін алкогольді көбірек ішу процесі. Бірақ оның орнына олар алкогольден ұзақ уақыт бойы жазалау, ауырсыну және ауру сезімін алады. Бірақ жақсы жаңалық, егер сіз біраз уақыт алкогольді ішуден бас тартсаңыз, бұл жүйелер қайтадан өзін-өзі реттейді. Қанша уақыт бойы бас тарту керек екені қаншалықты ішетініңізге және қанша уақыт алкогольді ішкеніңізге байланысты. Шындығында, кейбір өте қатты ішетіндер және алкогольді қолданудан ауыр бұзылыстар бар адамдар үшін ішуді кенеттен тоқтату медициналық тұрғыдан қауіпті болуы мүмкін. Сондықтан кейбір адамдар үшін басқаларға қарағанда байсалдылыққа апаратын жол басқаша көрінеді. Мен көптеген тыңдаушылар үшін ішімдікті өз мөлшерінде ішу қалыпты құбылыс екенін түсінемін және мен бұған жол бермеу немесе тыйым салу үшін мұндай емеспін. Дегенмен, біз білетін және құжатталған ішімдіктің жағымсыз салдарына назар аударғаныңызды қалаймын.